Сәлеметсіздер ме достар, бүгін екінші сабақ ағылшын тілін нөлден бастап үйрену. Енді осы әріптерді біз жеке-жеке қарастырайық. Бірінші әріп A әріпі. Алфавитта A деп оқылғанымен сөздің ішінде A деген немесе деген дыбысты береді. Ендеше қай кезде A, қай кезде деген дыбысты беретіндігін біз келесі суретте қарайтын боламыз. Жалпы мына жерде көрініп тұрған мысалдарды қарастыратын болсақ, бірінші сөз бізде apple. Apple. Бұл бізде алма деген мағынаны білдіреді. Бірінші тұрған A әріпі деген дыбысты беріп тұр. Ал екінші тұрған сөзіміз жануарлар деген сөз. Animals. Енді осы жердегі A әріпіміз деген дыбысты беріп тұр. A әріпінің әр жағдайда әртүрлі дыбыс беретіндігін қарастырайық. Бірінші жағдай бізде A дыбысының беруі. Қай кезде A болып оқылады. Яғни A деген дыбыс береді. Бұл бізде ашық дыбысты. Яғни ашық дыбыс дегеніміз ағылшын тіліндегі сөздің соңғы дыбысының дауысты дыбысқа аяқталуы бізде ашық дыбыс. Сол кезде A әріпі A болып оқылады. Мысалы, like, make болып оқылады. Соңғы бізде I әріпі сөйлемнің соңына келетін болса оқылмайды. Сонда like, make, like, make деп оқымаймыз. Екінші жағдай бізде жабық дыбыс. Жабық дыбыс дегеніміз ағылшын тіліндегі сөздің дауыссыз дыбысқа бітетін болса, бізде жабық дыбыс. Яғни ол кезде A әріпіміз деген дауыс береді. Rat, map. Көрдіңіздер ме, қалай өзгеріп кетті? Жаңағыдай read, made деп оқымаймыз. Rat, map. Өйткені бізде жабық дыбысты болып тұр. Келесі бізде үшінші жағдай, егер бізде сөзіміздің соңғы әріпі R әріпіне бітетін болса, сөз ішінде A әріпі созылыңқы A болып оқылады. Мысалы, car, bar. Көрдіңіздер ме? A болып оқылып тұр. Оның себебі бізде R әріпіне аяқталып тұр, яғни R әріпіне. Келесі жағдайға өтетін болсақ, сөзіміздің соңында R және I әріпінің қосындысы келетін болса, онда бізде E болып оқылады. Мысалы, key, fey. Сонда бұл жерде E деген дыбысты беріп тұр. Соңғы жағдай бізде ол R деп оқылады, яғни O деген дыбысты береді. Ол қай кезде оқылады? A және L әріпінің қосындысы кезінде және A және U әріпінің қосындысы кезінде келеді. Мысалы, all, tall. Демек, L әріпі тұрған жерде O деген дыбысты береді. Осы 5 түрлі жағдайды жазып алыңыздар. Келесі әріп B әріпі. B әріпіне байланысты мысалдар мына жердегі сөздерге қарайтын болсақ, B әріпі бізде сөздің ішінде B деген дыбысты береді. Сонда бірінші тұрған бізде қоңырау, bell. Екінші қонжық, bear. Көбелек, butterfly. Соңғы құс деген сөз, ол бізде bird. Келесі әріп C әріпі. Бұл әріптің сөздің ішінде оқылуы екі жағдайға байланысты өзгереді. Оны келесі суретте түсіндіремін. Ал мына жердегі мысалдарды қарастыратын болсақ, бірінші сөз сәбіз, ол carrot. Екінші сөз мысық, cat. Торт бізде cake деп аударылады, cake. Ал төртінші суреттегі машина бізде car. Бізде C әріпі кей жағдайда S болып оқылады, кей жағдайда K деген дыбысты береді. Бізде S деген дыбысты
I, E, Y. Осы үш әріптің алдында келетін болса, S деген дыбысты береді. Мысалы, place, cinema. Байқасаңыздар, S деген S, яғни әріпін беріп тұр. Енді екінші жағдайға келетін болсақ, бұл жерде T, H әріптері қосылған. Осы қосынды кезінде Ч болып оқылады, children, catch. Ал үшінші жағдайда, яғни барлық қалған жағдайлардың барлығында К болып оқылады, cat, picnic. Байқағандарыңыздай К болып дыбыс беріп тұр. Бізде D әріпі. Мысалдарға қарайтын болсақ, бірінші суретте dog, it. Екінші суретте үйрек, ол duck. Бізде келесі И әріпі. Eagle, бүркіт, ear, құлақ, earth, жер беті. Міне осындай мысалдар келтірсек болады. Енді И әріпінде өзгеру жағдайларын қарастырайық. Бірінші жағдайға келетін болсақ, И әріпі қай кезде И болып оқылады? Ол бізде ашық буында, немесе екі рет И әріпі келгенде. Ашық буын дегеніміз жаңа айтқанымыздай, ағылшын сөзінің дауысты дыбысқа бітетін болса. Мына жерде he, мысалға қарайтын болса, he болып оқылады. He емес, he, ол деген сөз. Ал meet, мына жерде екі И болған соң, И болып оқылады. Келесі жағдайда ол жабық буында Е деген дыбысты береді. Мысалға head, бас деген мағына білдіреді. Bread, naan, bread. Келесі жағдайда И әріпі бізде деген дыбысты береді. Және де ER және EAR осы сөздердің қосындысы кезінде деген дыбысты береді. Мысалы келтіретін болсақ, her, pearl. Және соңғы жағдай ие болып оқылады. Мына үш әріп кезінде қатар келсе, EAR, осы үш әріп қатар келсе, ие болып оқылады. Near, dear. Келесі әрпіміз F. Мысал келтіретін болсақ, flowers, гүл, fish, балық, fall, күз. Келесі бізде G әрпі. Мысал келтіреміз. Бірінші girl, қыз деген мағына білдіреді. Grass, бұл жердегі шөп. Ал grape, жүзім деген мағына білдіреді. Соңғы мысалымыз giraffe. Байқасаңыздар, girl деп айтқанда Г, ал жирафты айтқанда G дыбысты беріп жатыр. Соны қарастырайық. Негізінен G дыбысы E, I, Y әріптерінің алдында келетін болса, G болып оқылады, ал қалған жағдайдың барлығында Г болып оқылады. Келесі жағдайда N және G осы екі әріптің қосындысы кезінде ың дыбысын береді. Мысалы, song, өлең, interesting, қызық. Келесі бізде H әріпі сөздердің арасында Х болып оқылады. Мысал келтіретін болса, hand, қол. Екінші мысал hat, шляпа деген мағынаны білдіреді. Үшінші мысалымыз ол helicopter. Келесі бізде I әріпі кей жағдайда И болып оқылады, кей жағдайда I болып оқылады. Оны келесі суретте түсіндіретін боламын. Ал қазір мысалдарға келетін болсақ, бізде үтікті iron. Ал мороженыйды біз ice cream. Негізі ice деген бізде мұз деген мағынаны білдіреді. Крем. Ашық буында бірінші жағдайда дауысты әріппен бітсе I болып оқылады. Мысал nice, pine.
Екінші жағдай I, G, H әріптерінің қосындысы кезінде I болып оқылады. Hide, night. Ал үшінші жағдай жабық буын кезінде, яғни дауыссыз әріппен бітсе I болып оқылады. Big, in. Келесі жағдайда дыбысын береді. Және I, дыбысы келетін болса, дыбысы береді. Bird, girl, bird, girl. Соңғы жағдайда дыбысын береді. Және де I, I әріптерінің қосындысы кезінде. Here, tired. Келесі әріп бізде J әріпі. Мысал келтіретін болсақ, бірінші juice, сусын. Jam, marmalade. Jacket, ол жакет деген мағынаны білдіреді. Келесі K әріпіміз. Мысал келтіретін болсақ, koala, K, яғни кілт. Келесі әріп L әріпіміз. Сөйлемнің ішінде L болып оқылады. Мысал келтіреміз. Lizard, кесіртке. Lamp, лампа. Line, арыстан деген мағынаны білдіреді. Бізде келесі M әріпі сөйлемнің ішінде M деген дыбысты береді. Мысал келтіретін болсақ, mouse, ауыз. Moon, ай. Маймылды monkey. Ал тышқанды mouse деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде N әріпі N деп оқылады. Сөйлемнің ішінде мысал келтіретін болсақ, nut, жаңғақ. Nose, бұл мұрын деген мағынаны білдіреді. Келесі әріп бізде O әріпі. Бұл кей жағдайда өзгеріп отырады. Мен оны келесі суретте түсіндіретін боламын. Ал қазір мысалдарға келейік. Біз 8 аяқты octopus деп аударамыз. Келесі оливканы olive деп аударамыз. Келесі О әріпінің өзгеретін жақтарын айтатын боламыз. Бірінші жағдайда ашық дыбысы кезінде О болып оқылады. No, например, home. Ал екінші жабық дыбысы кезінде О, lot, бос. Үшінші жағдайда мысалы word, work, О деген дыбысты беріп тұр. Қалғандары да бір-біріне ұқсас. Мысалы horse, door, to, food. Мына жерде У деген дыбысты беріп тұр. Екі О әріпі қатар келсе У болып оқылады. Good. Және де О және W сөздері қатар келсе no, clone, О деген дыбысты береді. Келесі P әріпі осы сөйлемнің ішінде P болып оқылады. Panda, parrot, pear. Ал мұрт деген мағынаны білдіреді. Келесі әріп Q әріпі. Мысал келтіретін болсақ, queen, қаншайым деген мағынаны білдіреді. Бізде келесі R әріпі. Сөйлемдердің ішінде келетін болса, Р болып оқылады. Мысал келтіретін болсақ, ring, сақина. Run, жүгіру. Rabbit, қоян деген мағынаны білдіреді. Келесі C әріпі. Мысал келтіретін болсақ, star, жұлдыз. Swim, жүзу. Енді С әріпі өзгеріп отыратын жағдайларды қарастырайық. Сөйлемде соңғы әріпі дауысты дыбысқа бітетін болса және үнді дауыстыларға бітетін болса, З болып оқылады. Places, dogs. Және екінші жағдайда Ч болып оқылады. С және H әріптерінің қосындысы кезінде.
Мысал келтіретін болсақ, she, show. Ал қалған жағдайлардың бәрінде с болып оқылады. Мысалға спорт, dress. Келесі бізде T әрпі. Мысал келтіретін болсақ, turkey, индейка, tree, ағаш, tiger, жолбарыс деген мағынаны білдіреді. Енді T әрпінің өзгеріп отыратын жағдайларын қарастырайық. Бірінші жағдайда T болып оқылады, tell, time. Ал екінші жағдайда тілімізді тісіміздің ортасына қойғанда шығаратын дыбыс D. Мысал ретінде D, brother. Ал үшінші жағдайда келесі бізде U әріпі. Мысал келтіретін болсақ, umbrella, қолшатыр, uncle. Көке деген мағынаны білдіреді. Бізде U әріпі кейде A, кейде U болып оқылады. Бірінші U. Бұл ашық дыбыс кезінде, яғни blue, duty. Екінші жағдайда A болып оқылады, жабық дыбыс кезінде, butter, my, cup, cup. Келесі жабық дыбыс кезінде де U болып дыбыс береді, put, bu. Келесі соңғы жағдайымыз болып оқылады, purse, hurt. Келесі әріпізде V әрпі. Мысал келтіретін болсақ, violet, фиолетовый түсті violet деп айтамыз. Ал көкөністер vegetables, vegetables. Келесі әріпізде W. Мысал келтіретін болсақ, water, water, су, window, window. Терезе деген мағынаны білдіреді. Келесі әріпізде X әрпі. Мысал келтіретін болсақ, xylophone, балдар ойнайтын ойыншықты айтамыз. Келесі әріпізде Y әріпі. I деген дыбысты береді көп жағдайда. Мысал келтіретін болсақ, yolk, yolk. Ол жұмыртқаның сарысын yolk деп айтамыз. Yo-yo. Бұл балалар ойнайтын ойыншық yo-yo. Осылай аударылады. Және сары ол yellow. Y әріпінің өзгеріп отыратын жағдайларына келсек, сөйлемнің соңында екпін түсіп тұратын болса, I болып оқылады. Мысалы, my, cry. Екінші жағдай ол екпін түспейтін болса, I болып оқылады. Мысалы, happy, family. Соңғы әріп бізде Z әріпі. Мысал келтіретін болсақ, zipper, zipper, замок. Екінші мысал, zebra. Бұл зебра болып оқылады. Біз барлық әріпті үйреніп болдық. Сіздер міндетті түрде жазып жаттап алыңыздар жағдайларын. Келесі сабақта көріскенше менің каналымна тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.